Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Ғалиба Айымгүл Айдынғалиқызы Берқайыр Аманшин атындағы Қазақ орта мектебінің өзін-өзі танып пәні мұғалімімін. Мен сіздерге Zoom платформасымен 8-ші сыныпқа өткізген шығармашылық қанатында атты сабағымды ұсынғалы отырмын. Сабақтың мақсаты: оқушылар бойындағы адамгершілік құндылықтарды дамыта отырып, сүйіспеншілік құндылығының мәнін ашу. Алдымен балаларға 5 ережесін естеріне түсіріп, тыныштық орнатып, күнімізді татулықпен өткізуге шақырдым. Сабағымызды бастамас бұрын балалардың қызығушылығын ояту мақсатында жағымды көңіл күйге келу үшін сиқырлы сөз жаттығумен бастадым. Құрманбай Толыбаевтың «Қардың иесі» әңгімесі үй тапсырмасы ретінде берілген болатын. Әңгіме төңірегінде оқушыларға қардың иесін сезген бала қандай сезімде болды? Табиғаттың тылсым күші адамды қалай шабыттандырады атты бірнеше сұрақтар қойылып, оқушы жауабы тыңдалды. Қардың иесін сезген бала қандай сезімге бөленді? Қардың иесін сезген бала керемет сезімге бөленді деп айта аламын. Себебі қардың иесі оның жұпар иіс секілді емес, біртүрлі жағымды тұнық ауамен араласқан болды. Табиғаттың тылсым күштері адамды қалай шабыттандырады? Табиғаттың тылсым күштері адамдарды өздерінің жылылығымен немесе әдемілігімен шабыттандырады деп ойлаймын. Шабыттанған адам қандай шығармашылық істерді атқара алады? Шабыттанған адам әдемілікке қарап отырып, әртүрлі сурет салуына болады. Немесе сол әдемілікке қарап отырып, көптеген өлеңдерді шығаруға болады. Өздерінің шабыттанған кездерім болды ма? Менікі кейде болды деп айта аламын. Мен ондай жағдайларда үнемі табиғаттың әдемі сұлулығын суретке салатын болдым. Реванди Әл-Хорезмидің «Жаны таза адам сұлулыққа құмар келеді» нақыл сөзі жаңа сабағымыздың дәйек сөзі ретінде алынды. Дәйек сөздің мағынасын ашу үшін оқушыларға дәйек сөзді қандай ой түйдіңіздер? Жаны таза адам деген кім? Ол неліктен сұлулыққа құмар келеді? Сұрақтары беріліп, оқушылар өз пікірлерімен бөлісті. Жаны таза адам сұлулыққа құмар келеді деген дәйек сөзді мен бұлай түйіндеймін. Адамның жан дүниесі әрқашан сұлулықты аңсайды. Жан сұлулығы бұл адамның ішкі сана сезімі және жан дүниесі. Жан дүниесі сұлу болған адамның жүзі де ақкөңіл, мейірімді, адал екені көрінеді. Адамды бағалаған кезде оның сырт келбетіне емес, жан дүниесіне қарап көңіл бөлу керек. Себебі адамның сырт келбеті мәңгілік емес, жан сұлулығы өмірлік. Халықта жүзінен нұр тамған, сөзінен бал тамған деп бекер айтпаған. Адамның жан дүниесі жақсылықпен үндестікте болса, оның тәні де, жаны да мәңгілік сұлу болады деген сөз. Оқушылардың пікірлерін тыңдап болған соң, Реванди Әл-Хорезми туралы толық ақпарат берілді. Оқушыларға мұғалім сыйы ретінде суретші ертегісі туралы бейнеролик көрсетіліп, оқушыларға талдау сұрақтары қойылды. Назарларыңызға оқушылардың жауаптарын ұсынамын. Суретші өзінің салған суреттерінен тек әсемдік пен табиғи сұлулықты көре алды. Себебі суретші ол суреттердің барлығын жан тәнімен тебірене тұрып салатын. Меніңше, ол күндегі бір табиғаттан жалыққан сияқты нағыз сұлулықты таппай жүргендей сезімде болды. Түсінде көрген табиғат перизаты, яғни сиқыршының сөздері оған әсер етті. Табандылық, ынта, жігер, талант болу қажет деп ойлаймын. Әрине, болған ауылдағы ата мекен жеміс ағаштары мен әсем табиғат естен тандырардай өте керемет әсер қалдырады. Шығармашылық жұмыс. Шығармашылық жұмыста бірінші тапсырмамыз әсемдік, әдемілік, шабыт, шығармашылық туралы рухани ұстаздардың қанатты сөздеріндегі негізгі ойды анықтау, бүгінгі өмірмен байланыстырып, өз ойларын мен бөлісу болды.
Өнер адам бойындағы құдіреттіліктің ең асқақ көрінісі деп Лев Толстой айтқандай, өнер әр адамның бойындағы белгілі бір құдірет күші секілді. Кейде өмірден түңілген кезде, көңіл күйіміз болмаған жағдайда қолыңа гитара алып бір шерткеннің өзі сол басыңнан өткен қиындықты титтей болсын бір ұмытуға мүмкіндік беретіндей көрінеді. Ал оның өзі қандай керемет дүние. Адамның бойындағы дарын, талант деген осы шығар. Өнерлі адам өрге жүзеді демекші, өнердің құдіреттері арқылы биік белестерді әрқашанда бағындыратынымызға еш күмән жоқ екенін ұмытпаңыздар. Екінші тапсырмамыз шабыт неге жетелейді тақырыбында эссе жазу. Оқушылардың эссе жұмыстары тыңдалып болған соң сыныппен ауылым әні орындалды. Үй тапсырмасына 124-ші беттегі шебер мен бала ертегісі оқып келуге берілді. Сабақты қорытындылап, оқушылар сабақтан алған әсерлермен бөлісті. Шабыт біздің шығармашылығымызға қанат бітіреді екен. Сіздердің әр сәттеріңізді шығармашылық шабытпен өткізулеріңізге тілектеспін. Назарларыңызға рахмет.